Сәлеметсіздер ме, қымбатты балалар? Қандай көктем гүлдерін білесіңдер? Ал олардың қайсысы қазақ даласында өседі? Әрине, бұл қызғалдақтар. Бүкіл әлемде бұл гүлдің отаны Голландия деп санайды. Дегенмен Қазақстанды қызғалдақтардың отаны деуге әбден болады. Өйткені елімізде бұл гүл өспейтін жер жоқ. Нағыз жабайы қызғалдақ ежелден қазақтың мақтанышы, меншігі. Сәуір мен мамыр айларында бүкіл дала қызғалдақтарға оранады. Бір мезгілде ашылған жүздеген гүлдер жерді жайнаған кілемге айналдырады. Қызғалдақтар шамамен 10 миллион жыл бұрын Тянь-Шань тау бөктерінде пайда болғаны белгілі. Осы жерден гүлдер бүкіл әлемге таралды. Бұл әдемі өсімдіктердің құндылығы өте жоғары. Бұрын кейбір елдерде қызғалдақ пиязшықтарын шетелге шығаруға тырысқандар өлім жазасына кесілген. Көшпелілер арасында қызғалдақ бейбітшілікті, тыныштықты және жаңаруды білдіреді. Қазақ халқының қызғалдақ туралы әдемі ежелгі аңызы бар. Баяғыда ежелгі құдайлар бақытты сары қызғалдақтың алтын бүршігіне айналдырды. Бірақ адамдар бұл бақытқа жете алмады. Өйткені қызғалдақты ашалатын күш жоқ еді. Бірде бұл гүлді кішкентай бала көрді. Ол қатты қуанды және гүлге шын жүректен күлімсіреді. Осындай рухани жылулықтан қызғалдақ ашылып, барлық адамдарға бақыт сыйлады. Бүгінгі таңда әлемде 3000-нан астам мәдени қызғалдақ түрлері бар, және олардың көпшілігі біздің жергілікті гүлдеріміздің тұқымдары. Қызғалдақ атауы парсы сөзінен шыққан толибан немесе тюрбан, яғни қызғалдақ қауызының осы шығыс бас киіміне ұқсастығымен түсіндіріледі. Біздің аймақтарда қандай қызғалдақ өсетінін білейік. Қазақстанда ең көп таралған қызғалдақ грейга қызғалдағы. Ол наурыз айының соңында өзінің гүлденуімен қуанта бастайды. Гүлдің пішіні тостағанға ұқсайды. Ол ақсу жабағылы қорығында өседі. Ғалымдар қызғалдақтарды сақтап қалу және жаңа түрлерін өсіру үшін барлық мүмкіндіктерді жасауға тырысады. Гүл өсіретін адамдарды селекционер деп атайды. Жаңа технологиялардың арқасында ғалымдар Кауфман қызғалдақтарын 200-ге жуық түрін шығарды. Табиғатта бұл қызғалдақ тек тауда өседі. Ғалымдардың арқасында біз бұл гүлдерді қалалық саябақтарда тамашалай аламыз. Табиғатта кездесетін қызғалдақтардың ішіндегі ең ерекшесі регел қызғалдағы. Ол өзендерде өсетін лала гүлдерге өте ұқсас. Бірақ бұл гүл биік тауларда өседі. Кауфман мен регел қызғалдақтары қызғалдақ патшалары деп аталады. Қазақстанның жабайы қызғалдақтарының кейбір түрлері Еуропаға да жетіп, бүкіл әлемге танымал голландиялық қызғалдақ топтамасының сұрыптарын шығарды. Шуақты ауа райында бізді кеш қызғалдағы өзінің келбетімен қуантады. Неліктен оны осылай атайды деп ойлайсыз? Себебі басқалардан айырмашылығы ол сәуірдің ортасынан мамырдың ортасына дейін гүлдейді. Балалар, елестетіңдерші, Қазақстанда қызғалдақтың 35 түрі бар. Оның 18 түрі қызыл кітапқа енген. Қызғалдақ қай қалада көбірек өсетінін білесіңдер ме? Әрине, Алматыда. Бұл гүл қаланың бет бейнесі болып табылады. 2009 жылы Алматыда түрлі реңк пен пішіндегі 50 түрлі қызғалдақтың 500 миллионы отырғызылды. Мегаполисте жыл сайын қызғалдақ фестивалі өтеді. Табиғатты аялауды ұмытпаңыз. Қызғалдақтарды қызық үшін жұлып алмайық, ол үшін үлкен айыппұл салынады. Одан да олардың әдемілігіне саябақтар мен қорықтарда тамсанайық. Осымен сабағымыз аяқталды. Ал енді сұрақтарға жауап беріңіздер. Бірінші сұрақ: қандай қызғалдақтарды қызғалдақ патшалары деп атайды? Екінші сұрақ: қызғалдақ атауы парсы тілінің қай сөзінен шыққан? Үшінші сұрақ: 10 миллион жыл бұрын қызғалдақтар қай жерде пайда болды?